Бұл өрмекшіні көрсеңіз, тез арада өлтіріп тастаңыз немесе қашып кетіңіз. Бұл өрмекшінің атауы қарақұрт деп аталады. Қарақұрт жануарлар мен адамзат үшін өте қауіпті. Егер дер кезінде медициналық көмек көрсетпесек, соңы өлімге аяқталуы мүмкін. Сол себепті де бүгін қарақұрт жайлы түсіремін деп шештім. Және де бұл видеода қарақұрт шаққан кезде қандай симптомдар болады, қарақұрт қандай жерлерден мекен етеді, және де жедел жәрдемге дейінгі алғашқы көмек жайлы, және стационарда қандай ем жүргізеді, сол туралы айтатын боламын. Осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін, себебі әр адам өзіне және де қасындағы жолдастарына алғашқы көмек көрсете білуі қажет. Ал біз бастаймыз. Қарақұрт құрғақ климаты бар елдерде және тмд елдеріне жиі кездестіруге болады. Сіз оны арқасында қызыл дақтары барымен көзбен анықтай аласыз. Қарақұрт планетаның барлық континенттерінде 30-дан астам түрі белгілі. Олардың 8-ін Еуразия аймағында кездестіруге болады. Олардың барлығы адамдар үшін өте қауіпті. Бұл аналық қарақұрт аталық қарақұртты жұптасқаннан кейін жеп қояды. Табиғатта қарақұрттың жұмыртқасын жеп популяциясын азайтатын табиғи жаулары да бар. Олар кейбір аралар және кірпілер болып табылады. Халқымызда қарақұртты қой жесе семіреді деген де ұғым бар. Қарақұрттың жалпы мөлшері жынысына байланысты. Аналық 2 см-ге дейін жетуі мүмкін, ал аталығы 1 см-ден аспайды. Қарақұрт жақтарын пайдаланып тістейді, одан кейін уын жібереді. Сондықтан жараны көргенде жақын жерде орналасқан екі кішкентай дақты көруге болады. Қарақұрттың аналықтары ғана адамдар үшін өте қауіпті, ал аталықтардың кішкентай жақтары адам терісін тесіп өтуі екіталай. Ыстық құрғақшылық жылдары қарақұрттың таралу аймағы кеңейеді. Көбею үшін олар жел мен паутиналар арқылы таралады және жұптасқан үшін қолайлы жерлер іздейді. Ұзақ уақыт ыстық ауа райында қарақұртты тіпті қаланың шетінде кездестіруге болады. Қарақұрт көбінесе осы жаз айларында және де күздің алғашқы айларында өте көп кездестіруге болады. Қарақұрттың қоныстануының себептері ұзақ уақыт ыстық ауа райы, сондай-ақ көкөністер мен жемістермен бірге көшуі. Бірақ өрмекшілер қыста толығымен өледі. Қарақұрт бірінші болып ешқашан шабуыл жасамайды. Шағу көбінесе жәндіктер киімге кірген кезде адамның немқұрайлылығынан болады. Өрмекшіні шөп шабатын егістіктерде, қорада, ауылдық жерлерде және ескі үйлерде кездестіруге болады. Қарақұрттың аналықтары адамдар мен жануарларға үлкен қауіп төндіреді, ал аталықтары кішкентай және теріні тістей алмайды. Қарақұрт уының құрамында ақуыздағы сипаттағы ферменттер мен нейротоксиннен тұрады. Қарақұрт уы құрамында ақуыздық сипат